Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер біздің хикаяларымыз сізге ұнап жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қосқан жағдайда, күн бойына жасаған еңбегіміздің бағасын бағалай кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз бастадық. Қабірстанда түсірілген TikTok. Сабыр Жорам өзі видео түсіруге өте қатты қызығатын. Алайда бізді ол басымызды жинап, бұдан кейін қабірстанға барып видеоға түсірейік деді. Себебі стикерлер, трекерлердің өздері ғажап, қорқынышты жерлерде алынған видеолары менен желініп партатып, өздеріне көп көрерменді жинап алатыны бізге белгілі еді. Сөйтіп, төртеуміздің басымыз жиналып, бір аптадан кейін ескі қабірстанға баруға келістік. Арадан бір апта өтті. 4 жора бірге жол алдық. Осылайша 4 дос, Сабыр, мен, Ерке және Азат төртеулесіп қабірстанға баруға келісіп алдық. Сол күнге жеткенге дейін бір апта уақытында біз төртеумізде шұғылдана бастадық. Мен отжимание жасасам, біреуі пресс жасап, біреуі жүгіріп, осылайша шұғылдана бастадық. Біз қатты дайындалдық. Ал сол күні біз сабақтан шыққаннан кейін кездесіп алуға келістік. Солайша төртеуміз басымыз жиналып, бүгін нешеде барамыз қабірстанға деген сұрауға мен сағат 23:00 деп жауап бердім. Және олар біздің үйдің алдына жиналуға келістік. Біздер әр ауылда тұрғанымызбенен жастайымызда бірге ойнап күліп жүрген балдарымыз. Осылайша біз келісіп алдық. Сағат мілдері судай зыдырап 23:00 болып қалды. Сол кезде Сабыр маған звондап: "Біз келдік, қайдасың?" деді. "Қазір мен үйден шығамын" деп бар затымды жинаған сумкамды алып үйден шықтым. Жолға жүре бастадық. Жолға жақындап қалғанда, әулие басына бара жатқанда Ерке әлдеда әулиеде әруақтар көрінбей ме екен деп сұрады. Сабыр оған қарап: "Жындысың ба, біз сол әруақтарды видеоға түсіруге бара жатырық қой" деді. Ал Ерке болса, "Маған көрінбесе болды" деп үн қатып дірілдей бастады. Сабыр есе: "Жарайды, сенің көзіңді байлап қоямыз қабірстанға барғаннан кейін" деп әзілдесіп күліп, азда болса қорқынышымызда жұмырып алғандай болдық. Алайда бәрібір іште тітіреніш сезім бар еді. Ішімізде бір жорам ағасының камерасын алып алған, және де онымен біз видеоға түсіретін болдық. Алайда біз төртеуміз ортадан келісіп, не деген жағдай болса да жан-жаққа қашпай бірге тұратынымызға келісіп алдық. Күз келген мерзім еді. Жан-жақта жапырақтардың сытырлаған дыбысы естіліп, әулиеге кіре бастағанымызда досымның бірі камера жағып, ал екеуі есе светінің фонарын жағып ішкерге кіре жүре бастадық. Мен бұрын соңды қабірстан түн қараңғысында бұндай қорқынышты болатынын білмеген едім. Аяқ қолымыз дірілдеген жағдайда әулиенің ортасынан кесіп, ақырына барып қалдық. Алайда біз ешқандай уақиғаға, пронеталдық жағдайға түспедік. Бірақ бұл живой адреналин еді. Маликке қарап мен: "Қош, ешқандайда сәтті кадр болған жоқ" деп ренжіс сезіммен сөйледім. Осылайша біз әулиеден шығу үшін әулиеге кірген дарбазамызға қарай тура жүре бастадық. Ал сол кезде Әзиз бақырған дыбысымен "Анаған қараңдар" деп айқайлай түсті. Бұл дыбысына біз шошып түстік. Жүрегіміз күлт ете жаздады. Есіктің дарбазаның алдында бір тода марқұмдар сонда жиналып тұр еді. "Малик, камераңды қос" деп камерасын қостырып, бар жайтты видеоға алдық. Осылайша Маликтің аяғынан бір қабірдің ішінен қол шығып, оның аяғын тартқылай бастады. Біз не қыларымыз білдімей Әзізді ұстадық. Алайда ол пәске тартылып кетті. Мен балдарға "Жүгірді, қаштық" деп дұш келген жерге қарай жүгіре бастадым. Айқаша-баша мәйіттерден, әулиелердің мазараттарынан түрлі адамдар түріліп, жасаттары біздерге қарай атыла басталды. Әркім әр жерге ашты. Сол кезде Сабыр досымның айқайлаған дыбысы жүрегімді үлбіретіп жіберді. Осылайша мен оны құтқару үшін сумкамды тастап оған қарай жүгірдім. Алайда шөптердің арасында
сабырдың қанға бөленген денесін көрген кезде жылай бердім. Осылайша мен жүгірдім. Қабірстаннан шыққан мәйіттер маған қарай талпына берді. Менің аяғым кіп-кішкентай тасқа сүрініп құлап, мәйіттер маған жақындаса келгенде жанымнан камераның бейнесі пайда болды. Бұл Әзиз еді. Әзиз мені құтқарып алып, өзіменен бірге алып жүгірді. Албасты әуелі сонша да үлкен болады ма деген ыңыраған дыбысымызбенен біз жүгіре жеткенде, әрең дегенде қабірстанның қабырғасы көрінді. Алайда ол қабірстанның қабырғасына екеуміздің де қолымыз жетпеді. Не істейміз деп бір-бірімізге қалпақтап қалғанда, олар бізге жақындасып қалған үшін: «Кел, Әзиз, мен сені қолыммен көтерейін, сен анда түс» дедім. Алайда ол: «Жоқ, мен қаламын, сен шығып кет» деді маған. «Жоқ, Әзиз, тоқта» дедім да, қолымды тұсып ұстап, оны төбеге шығарып: «Ұстадың ба?» дедім. «Иә, ұстадым» деген дыбысын естіген соң: «Қош сау бол, досым. Егер сізге осылай қорқынышты әрі сыр тытыраман видеохикаялар ұнайтұғын болса, онда арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймесін басып, біздің күн бойына жасаған еңбегімізді бағалап, бір ғана лайкыңызды бізден аянбаңыздар. Сау саламат болыңыз.